Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Эфирде Арман Құдайберген. Бүгін бізде студиямызға Нұргелді Әбдіғани, Бекнұр ағам және Нұрболат бауырымыз келіп отыр. Қазір бүткіл жерде елімізде референдум талқыға түсіп жатыр. Бірнеше ай бойы жаңа конституцияны қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба деп қандай ұсыныстар айтылады деген секілді әңгімелер талқыланды. Елордамызда бірқатар жиындар өтті. Және соның қорытындысы бойынша 15 наурыз күні жалпы халықтық референдум жарияланды. Сіздер тәуелсіз бақылаушылар ұйымы ретінде жұмыс істеп жатсыздар. Жалпы елдегі тәуелсіз бақылаушылардың пулі деп айтамыз ғой, қалыптасып үлгерді ме? Біз осы соңғы жылдарда белсенді түрде сайлаулар өтті елімізде. Жалпылама бір баға берейік. Негізі мына бақылау менталитет дейік. Бақылау менталитет деген осы бірнеше жылдың арасында бізде қанша референдум болды. Оның арасында сайлау болды. Президент сайлауы болды. Сондай мысалға қанша шаралар болды, сол шаралардың арқасында мен ойлаймын осы бізде бақылау мектебі деп басталды және қатайды деп айтуға да болады. Сондықтан негізі былай қарағанда осы бақылау интеллект деген бар ғой, мысалға менің кітабымда өзім бақылау интеллект дегенді көтердім. Сол бақылау интеллекті қазір біздің халықта көбейіп жатыр. Сондықтан қазір тәуелсіз бақылау деген ол басқа деңгейде жатқан бір нәрсе. Сондықтан осының арасында енді мына қазір көріп тұрмын, мен бүгін ғана бірнеше оқып келдім. Сол бақылаушыларға жас балдар, 18-19 жас балдар көздер жанып тұр, біз бақылаймыз. Біз көргіміз келіп отыр, қалай болатын. Өйткені біз мына өзіміздің оның ішінде не болып жатқанын қарағымыз келіп отыр. Және негізі бізге ол өте өсуге сондай бір ілтипат жасайды деп ойлап отыр да, сондай ықтимал жасайды. Сондықтан соның арқасында осы бақылау деген бізде тек бақылаушыларда болмау керек, бүкіл халықта болу керек. Соның арасында мен өзім қоғамдық кеңесте жұмыс істеп келдім, 10 жыл болып. Қоғамдық кеңесте бақылау деген негізі біз мына сана сезімнің ішінде терең сана сезімге кіріп кеткен нәрсе болу керек та. Және кеше ғана 2023 жылы заң шықты. Қоғамдық бақылау деген. Сайлау принципе сол қоғамдық бақылаудың бір түрі деп айтуға болады. Жақсы, әрмен қарай қазір тереңдейміз. Нұргелді мырза, қалыптасып үлгерді ме осы соңғы жылдар ішінде, ел ішінде? Қалыптасып толық бітті дей алмаймыз, бірақ қалыптасып келе жатыр. Салыстырмалы түрде соңғы 3 және 5 жылдың шегінде елімізде тәуелсіз бақылаушылардың едәуір пулы қалыптасты. Бірақ бұл бүгінгі таңда жеткілікті дей алмаймыз. Жалпы тәуелсіз бақылаушы дегеніміз кім? Ол тәуелсіз бақылаушы деген осы елдің ішінде болып жатқан кез келген саяси процеске бейжай қарамайтын, сергек саналы, көңілі ояу, көзі ашық азамат. Ол сіздің бауырыңыз, ол сіздің туысқаныңыз, ол сіздің көршіңіз, ол сіздің отбасыңыздың мүшесі, ол сіздің өзіңіз. Ол бәріміз Қазақстанның көк паспортына ие, Қазақстанның азаматы деген атқа ие, осы елдің заңдық құқығы бар, яғни ақыл санасы бүтін, сұрақ жауапқа алынатын кез келген Қазақстанның азаматы ол тәуелсіз бақылаушы. Және тәуелсіз бақылаушы бола алады. Ал енді осы процесс қалай қалыптасып келе жатыр дегенге келсек, біз тәуелсіздік әрісін айтпағанда, осы тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстан қанша мәрте конституция қабылдады, қанша мәрте сайлаулар өткізді. Осы сайлаулардың барлығы әділ өтті, таза өтті дей аласыз ба? Бірде-бір адам, тіпті биліктің ең үлкен мінберлерінде отырған азаматтардың өзі елімізде өткен электоралды процестердің бірде-бірі таза өтті, әділ өтті дегенге кепілдік бере алмайды. Ол мүмкін емес. Демек, осы процестерде болып жатқан әділетсіздіктер, дауыс бұрмалаушылықтар, бармақ басты көз қыстылықтар Қазақстан қоғамында, қазақ қоғамында осы тәуелсіз бақылаушылық ұйымдарын оятты, тірілтті және қалыптастырды. Бүгінде олардың қатары қазір осы болатын референдумның өзінде қазір 10 шақтысы аттарын атап, қолдарын көтеріп, біз тәуелсіз бақылаушылық жасаймыз деп атап шығып жатыр. Демек, Қазақстан халқында да таңдау көп. Соның елдің ертеңіне бейжай қарамайтын кез келген азамат осы аттарын атап, жариясын жасап, біз бақылаушылық жасаймыз деп отқан кез келген ұйымның бірін таңдауға болады. Және таңдауы керек деп есептеймін. Жақсы, Нұрболат мырза. Сіз жалпы осы қоғамдық саяси бақылаушылық іспенен қанша жылдан бері айналысып келесіз? Өзіңіз ең алғаш бақылаушылық деген атауды қай кезде естідіңіз? Енді былай ашығын айтайын бірден. Жалпына демократиялық елдерде өте бір қиын мәселелердің бірі, ол мейлі ол экономикасы дамыған ел болсын, артта қалған ел болсын,
азаматтардың белсенділігі арқылы референдум сайлауда заң аясында өткізуге қамтамасыз ету. Осы жерде байқағаным бірнеше елдер. Осы мен соңғы бір 15 жыл көлемінде осы салада белсенді жұмыс жасап келе жатырмын. Өңір-өңірге сапар жасаймыз, жастармен кездесеміз, қарттармен кездесеміз, барлық деңгейде осы елім жерім деп ойлайтын азамат. Байқағаным, мынау тәуелсіз бақылаушылар референдум күні болмаса, әділеттікті күтпеңіздер. Әділетті сондай заң аясында болу үшін тәуелсіз бақылаушылар міндетті түрде болу керек. Оның бір үш түрлі себебін айтайын. Неліктен тәуелсіз бақылаушылар керек? Ол мейлі Қазақстан болсын, мейлі басқа ел болсын. Біріншіден, референдум немесе дауыс беру күні кез келген азамат таңғы 10-да тұрды, дауыс беруге барды, қарайды. Кімді көреді? Үстелде сайлау комиссиясының мүшелері. Оң жағыңызда, сол жағыңызда бақылаушыларды көреді. Осы сезімнің өзі әрбір азаматқа бір сенімділік көрсетеді. Себебі сіз білмейсіз, бюллетенге дауыс бердіңіз, кеттіңіз. Кешке қарай қалай саналып жатыр? Қандай да бір заң бұзушылықтар, сіздің жазған белгіңізді өшіріп, өзінікін қойып қоятын шығар. Осы кезде бақылаушылар бір тегін өзінің азаматтық борыш ретінде таңнан кешке дейін сол жерді бақылайды. Арнайды. Сіз де арнаңыз. Себебі сол кезде сіз айтпайсыз. Қандай да бір қатқыл идеялар бар ғой, қазір оны жақтаймын да даттаймын деп айта алмаймын. Просто кейде бір замандастарымызды көремін, болмай жатып жеңіліп жатады. Бастамай жатып беріліп жатады. Осыны көруіміз керек, ішіне кіруіміз керек. Дәлеліңіз бар ма? Айту керек. Себебі мынандай бір мәселені ескеруіміз керек. Мен жаңа айтып отырған екінші мысал. Мынау дауыс беру күні бұл біріншіден мемлекеттік деңгейде шара болғаннан кейін барлық талаптар нормамен бекітіледі. Заңмен бекітіледі. Көшеде кез келген адам сол күні барып, қалай болып жатыр, мен бақылайын деп едім деп тексеріп баса алмайды. Осындай бақылауға құқығы бар. Орталықтар, қозғалыстардың мүшелігіне өту керек. Ол сізге арнайы карта береді, белгі береді. Сол арқылы жергілікті бөлімге барыңыз, бақылаңыз, кім тоқтатып тұрсыз. Нәтижесінде байқағаным, осы саясат саласында байқағаным, ашықтық белгілі болады. Себебі айта алмаймын, барлық жерде керемет деп. Проблема бар ма? Оны ұстаймыз, шешеміз и талап етеміз заң аясында. Жоқ, шын мәнісінде осы екі ауыз сөз осы кеткен. Тәуелсіз бақылаушылар отырған сайлау учаскелері мен тәуелсіз бақылаушылар болмаған сайлау учаскелеріндегі дауыстың саналуының өзінде айтарлықтай айырмашылық болады. Тәуелсіз бақылаушы отырған участікте сайлау комиссиясының мүшелері аяғын тартып әрекет етеді. Ашық, жаңағы маған не істеп аласың, тонымды шешіп аласың дегенге салмайды. Бәрібір қаймығады, аяғын тартып әрекет етеді. Дауыс санау, жаңағы протоколды толтыру, бюллетендерді есептеуге дейінгі процестің барлығында тәуелсіз бақылаушылар отырады ғой. Бұл жаңағы әңгіменің алқисасына ойыссақ, мен неге сұрап жатырмын, елде қалыптасып үлгерді ма деп. Жаңа сіздер де сөздеріңізге түйек еттіңіздер, ел ішінде әлі де осы бақылаушылыққа сенбейтін, тіпті ол керек те емес дейтін азаматтар бар да, олардың ойын қалай өзгертеміз? Оның құндылығын жеткізсек. Жалпы қазақта күшті сөз бар. Қалыпқа салма, халыққа сал деген. Референдум осы процесс. Халықтың таңдауына салды. Бірақ бұл формалды ғана дүние, формалды ғана атау. Тәуелсіз бақылаушылар болмаған жағдайда, жаңа әріптесім Нұрболат дұрыс айтып кетті, әділеттілік болмайды. Бармақ басты көз қыстылықтың нағыз өзі болады. Азаматтардың жекелеген сенбеушілігі бұл осы 35 жылдың ішінде өткен электоралды процестердегі көпе көрінеу әділетсіздіктерден туған. Алайда осыдан 5 жыл бұрын Қазақстанда өткен электоралды, яғни дауыс беру процестерінде тәуелсіз бақылаушылар ұйымының саны бүгінгіден 2,5 есе аз еді. Бүгін олардың қарасы көп. Түрлі атау, түрлі қоғамдық ұйымдар құрылып жатыр. Бүгінгі электоралды процестің өзінде нақты аты жөні белгілі, аты заты белгілі 10-нан аса ұйым бар. Біріне сенбесеңіз, екіншісіне сеніңіз. Барыңыз, көріңіз. Дауысты санауға қатысатын сіз. Дауыс бұрмалаушылықты болдырмауға күресетін сіз. Протоколды алу үшін күресетін сіз.
бұзылған бюллетендерді есепке алдырмау үшін күресетін тағы сіз. Неге күрес деп айтамыз? Күрес өйткені әрбір дауыс, әр бюллетен бұл халықтың үні, халықтың дауысы. Ал бұрыннан қалған сөз бар ғой, сайлаудың қалай өткені емес, дауыстың қалай саналуы маңызды деген. Сталиннен қалған сөз бар ғой сол. Бұл кез келген электоралды процесте басшылыққа алынатын қағида. Демек, әр дауыс үшін, әр бюллетен үшін учаскеде отырған тәуелсіз бақылаушы жеке дара күреседі. Егер сіз отырған учаскеде дауыс бұрмалаушылыққа жол берілсе, демек бірінші сұрақ сізге келеді. Өйткені сіз тәуелсіз бақылаушы деген атпен отырсыз. Демек сіз өзіңізге сенбейсіз, өзіңізге күмән тудырасыз. Сондықтан елдің, халықтың үні болып отырғаннан кейін жексенбілік күнді қиып, уақытыңызды бөліп, әділеттілік үшін, тазалық үшін, шынайылық үшін күресемін. Осы елдің сайлау процесінде бейжай қарап ұйықтап жатпаймын. Бір адамның дауысы болсын, таза есептелуіне өз үлесімді қосам деп барсаңыз, демек сол сіз барған учаскеде сіздің істеген жұмысыңызға қарай баға беріледі. Келісемін Нұрекеңмен, расында да өте керемет айтты. Расында да былай қарағанда, сіздің сұрағыңызға былай жауап бергенде, былай қарағанда өздері, мысалы халықтың өзі осы бақылау деген сондай ынтамысы болмаса, қалай осы бақылаусыз сайлау болмайды, бақылаусыз референдум болмайды. Ондаша оның енді бақылау деген ол оның ережесі, тәртібі, дәстүрі деп айтуға болады. Мысалы дүние жүзінде бәрін зерттесеңіз 100 жыл, 200 жыл болды, сондай сайлау болып жатыр. Ол жерде бақылаушылар сол негізі мына сайлаудың сапасын жоғары дәрежеге апарған, жоғары деңгейге көтерген. Сондықтан бақылаушылар бұл өте керек функция деп ойлаймын. Дұрыс, Бекнұр ағамның айтып жатқан, бірақ бұл жерде ескеретін қандай мәселелер бар. Енді біз әлемдік тәжірибені айтамыз, басқаны айтамыз, бірақ соңғы бір тағы да 5-10 жылда байқағаным, бізде азаматтардың белсенділігі артып келе жатыр. Осыған дейін байқасақ, біз 2004 жылы болды, 90 жылдардың соңында сайлаулар болып жатты. Бірақ соңғы кезде мынау жас ұрпақ дейді, оларда сондай белсенділік бар, сұрақтар көп. Осы сұрақ болған кезде меніңше алға басу, іргелеу болады. Сұрақтарды жай ғана сұрақ емес. Енді осы бақылаушылық деген ұғымды бізде дұрыс түсінбейді кейде. Соны мен осы біз бастама көтеріп осы салада жүргеннен кейін айтқым келеді. Бақылаушы деген сөздің мағынасы осындай маңызды шараларда үн қосу ғой. Өзіңнің белсенділігіңді. Себебі біз ол күні жұмысым бар, басқа деп ақтай алмаймыз. Жексенбі күні болып жатыр. Алдын ала осы саланы зерттеп, жексенбі күні демалысыңыз, тек қана бір 5 минуттық даусыңызды беріп қана емес, басынан соңына дейін бақылап көріңіз. Ол сізге біріншіден тәжірибе болады. Әсіресе мынау біз жастармен көп жұмыс жасаймыз ғой. Олар да сұрап жатады. Осы анау бюллетень жәшігі ашылғанда қалай болады екен, оның арасы санау қалай болады екен, жалпы анау елден тыс жүрген елшіліктерде дауыс қалай болады екен, тағысын түрлі сұрақтар бар. Осы тұрғысынан алғанда, менің ұстанымым бойынша бақылаушылар тек бір ғана бір партияның аясынан қойып, белгілі бір ресми емес, тәуелсіз азаматтар да шығу керек. Өйткені заң бойынша әріптестерім келісетін шығар, біздің құқығымыз бар. Азаматтар қандай да бір топтардың арасынан бірігіп, белсенді бастама көтеріп, орталық сайлау комиссиясына өтініш беріп, біз жігіттер осы мақсатымыз бақылау, үлесімізді қосу, үйренсек дейміз, елімізге осындай жай ғана бос сөзден емес, әрекетпен үлесімізді қоссақ дейміз. Осы тұрғысынан алғанда кішкене расында да оянуымыз керек, белсенді болуымыз керек. Кім бақылаушы бола алады? Жалпы кім жинай алады? Қоғамдық ұйымдар ғой. Осы сұраққа қазір осы халық үні бақылаушылар тобын құрған Нұрекең, бастамашылық құрған Нұрекеңнің бұл идеясын Бекнұр ағамыз бар, Досаға көшім бар, біз бар, жабылып қолдадық. Өйткені идеялық тұрғыдан бұл бүгінгі қоғамға өте керек дүние. Және осы халық үні бақылаушылар тобының құрушылары болып тұрған, яғни идеяластары болып тұрған азаматтардың барлығында дерлік тәжірибе жеткілікті. Біріншіден айта кетейікші, осы халық үніне сіздің сұраққа жауап. Бірінші халық үнін құрам деп отқан Нұрекең шетелде білім алған, шетелдің сайлауи компанияларын көзбен көрген, бақылаушылық институттың ол жақтағы түрін көрген тәжірибесі бар. Бекнұр ағамыз
Досаға екеуі Қазақстанға осы бақылаушылық институты әкелген азаматтардың бірі. Қазір Қазақстанда қанша бақылаушылық ұйымдар бар, партиялық бақылаушылар бар, қоғамдық бірлестіктердің бақылаушылары бар. Барлығын кім оқытады деген кезде Доскөшім мен Бекнұр Қисықовтың аталады. Осы екі адам оқытады. Біз де осыған дейін елімізде өткен жаңа электоралды процестердің кезінде Нұрекең бар, басқа азаматтар бар, тәжірибе жинадық, бақылаушыларды оқыттық, даярладық, кіргіздік. Бірақ осы істердің барлығы идеяға ғана негізделген. Ол идея біріншіден азаматтарды ояту, тәуелсіз бақылаушылық институтты Қазақстанда қалыптастыру және орнықтыру. Иә, бізде бар, бірақ оның артында қаржыландыру болмағаннан кейін, оның артында үлкен күштер болмағаннан кейін, қоғам қазіргідей капиталистік жаңағы нарықтық қоғамда жұрт тегін жұмыс істегісі келмейді. Бақылаушылықты жұмыс деп қабылдайды. Ал бақылаушылық шын мәнісінде жұмыс емес ол. Ол парыз, ол міндет. Сіздің бір күн уақытыңызды қию. Оның артында ақша жоқ. Ақша болмайды да. Және жуық 10 жылдықта Қазақстанда құрылатын кез келген тәуелсіз бақылаушылық ұйымдардың артында ақша болмайды. Өйткені оған ақша салатын күштер жоқ бізде Қазақстанда. Яғни ешқандай ақы төленбейді. Ақы төленбейді. Идея тазалық үшін, әділеттілік үшін. Сіз әлеуметтік Болашақ желіде үшін. отырасыз. Сіз әлеуметтік желіде отырасыз. Немесе көшеде, қоғамдық ортада отырасыз да, елдегі осы саяси процесті сынайсыз. Сын айтуға құқылысыз. Заң сізге соған рұқсат берді. Енді сол әділеттіліктің ең құрмағанда бір учаскеде сақталу үшін сіз жарым жартылай үлес қосуға қаншалықты дайынсыз деген сұрақты қоғамның алдына ашығып келеді. Дайын азаматтар идеяға еріп бақылаушылық жасайды. Бұл қоғамның оянғандығын көрсетеді. Қоғамның ояу мүшелері ғана бақылаушы болады, шын мәнісінде. Енді дәл осындай идеяға үн қосып жатқан бақылаушыларды қайдан және қалай жинап жатсыздар? Нүреке. Ол сұрағыңызға келмей тұрып, жаңа сіздің қаржыландыру мәселесін туралы айтайын. Енді мен бір дәрігер болсам, инженер болсам, бұл идея келмес пе еді. Саясаттанушы болғандықтан осы салада еңбек етіп жүргеннен кейін, референдум болады дегеннен мен осы үзеңгілес жігіттерге жаздым. Осылай болып жатыр екен, енді бұл жолы біз қарап қалғанымыз жарамас. Тәжірибеміз бар, ағаларымыздан сұрайық бірінші. Осы салада тәжірибесі. Бұның не істей аламыз жалпы? Себебі барлықтарымыз осы қолымыз бос кезде ақылдасып, бір шешімге келіп, тақырыбында халық үнінде бірнеше рет ойландық. Енді бұл жерден біреулер ақша ұсынса да, ақша болады десе де, бұл салаға негіз қарсымын адам. Себебі мынау Американы алыңыз, басқа елді алыңыз, егер саяси шараларға бір жеке меценаттар, бір компаниялар ақша бөлетін болса, халықтың мүддесі артынан кетіп қалады ол кезде. Ақшаны кім төлейді, соның мүддесі алдына шығып кетеді. Сол тұрғыдан алғанда біз айттық, жігіттер, бұл енді бір зауыт салып жатқан жоқпыз ғой. Қазақстанда 20 миллион халық болса, соның дауыс бере алатын 13 миллионға жоқ. Оның ішінде біз соңғы сайлау референдум қылатын болсақ, 60-70% келеді. 7-8 миллион сол күн дауыс береді десек, оны бүкіл қалаға бөлгенде тіптен аз. Бірінші өзіміз тұратын қаладан рухани осы салада пікірлес азаматтарды іздейік. Осы саланы енді бізден жақсы білетін Бекнұр ағамыз бар, Доскөшім ағаны енді ел таниды, аты қазаққа мәшһүр ғой. Сол кісіден ақыл кеңес сұрады. Уақытыңыз болса, біздің жас бақылаушыларымызды үйретіңіз. Себебі бақылаушыны үйрету бір аудиторияға жинап бір ұрандату емес. Нақты заң аясында олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру. Біріншіден біз ойлаймын кейде болашақ үшін жұмыс жасап жатырмыз ба деп. Себебі қазір оқытқан бақылаушыларымыз 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін олар өздері бастама көтереді. Ойлаңыз, мысал үшін қазір бір 1000 бақылаушыны оқытсақ, олар алдағы уақытта 1000 түрлі бақылау топтарын құрады. Сол тұрғыдан алғанда біз стратегиялық тұрғыдан алғанда ойлаймыз кейде мүмкін осы бір еліміздің осы саяси дамуында бір ізіміз қалса екен. Екіншіден жаңа қалай іріктейсіздер. Енді бұл жерде байқағаным бір анықтап өтуіміз керек. Қазір енді адамдар әртүрлі. Сондықтан біз осы салада пікірі бар, білімі бар. Себебі кейбіреулер дұрыс түсінбеуі мүмкін ғой. Бұл енді басқа деп сөйлесеміз,
жалпы мақсат мұратын анықтаймыз. Егер қолынан келіп белсенділігі артып бір сөзден кейін таппай қалатын адамдар болмаса, ақырындап олардың бағдарламамызды айтамыз. Сөйтіп оларды міндетті түрде оқытамыз. Онлайн болсын, офлайн болсын. Себебі 15 желтоқсан референдум. Уақытыңыз бар ма бірінші? Кешіріңіз, наурыз. 15 наурыз. Уақытыңыз бар ма? Олай болса, қай қаладансыз? Сәйкесінше оларға осы туралы ақпарат береміз. Бұл жерде менің ойымша 20 мың, 30 мың деген сан маңызды емес. Бұл жерде сапа маңызды ғой. Айта кетіңізші, халық үні тәуелсіз бақылаушылар ұйымында қазіргі таңда қанша азамат білім жетілдірді, білім алып шықты? Енді бұл мәселеге келгенде ашығын айтуымыз керек. Несі бар жасыратын? Біріншіден біз өзіміздің әлеуетімізді бағамдап, жалпы біз 100 мың адамды оқыта аламыз ба, 10 мың адамды оқыта аламыз ба дегенде. Сондықтан, егер 100 мыңды оқытып оларға дұрыс ақпарат бермесек, ол да болмайды. Сондықтан әрбір азаматымыз 10 адамға татысын деп отырмыз. Бір адамды оқытамыз ба, бірақ оны 10 адамға татитындай. Ол жанындағыларға да ақпарат айтады ғой. Ареке, осы жерде мен қосып кетейінші, Нұреке, сөзіңізді бөлдім. Біз дәл қазір біздің армиямыздың, тәуелсіз бақылаушылар армиясының саны нақты мынша деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені біз 1000 адамды оқытамыз. Жаңа айтқандай 5000 адамды оқытамыз. Бірақ біз оқытқан 5000 адам немесе 1000 адам, оның барлығы түгел бақылаушы болады деген сөз емес. Дәл сол күні келмей қалады. Ұйқысын құймай қалады. Басқа шаруалар шығып қалады. Оны сұрап жатқан Идеядан себебім, бас тартып оны кетеді. сұраған себебім, қазір сіздерде қарқынды жұмыс жүріп жатыр ғой. Қарқынды Оқытылып жатыр, иә? Оқыту жұмыстары жүріп жатыр. Біз максималды түрде шама шарқымызша оқытқымыз келіп, сол процесті қолға алып кеттік. Уақыт тығыздығын Кез келген талапты адамға есіктеріңіз ашық. Кез келген талапты адамға есігіміз ашық. Бірақ мына жерде бір дүниені айта кетуіміз керек. Тенденция қалыптасты. Бізде осыған дейін бақылаушылықпен айналыстық қой біз. Топтар бақылаушылық, топтар құрдық, бақылаушылық жасадық. Сол процестерден қалған бізде пул бар. Пул емес, жаңағы, қалай айтсақ болады. Топ бар. Сол бұрын біздің сапымызда болған азаматтар қайтадан, қорымыз, армиямыз былай айтқанда бар. Сол азаматтардың ішінде қайтадан бақылаушылық жасаймыз осы жолы да. Өткен жолы бізге ол процесс ұнады. Біз өзімізді азаматтық борышымызды өтегендей сезіндік деп ниет білдіріп қайта келіп жатқан азаматтар да бар. Бір, екі, жаңадан қосылып жатқан. Ал жаңадан қосылып жатқандардың басым көпшілігі, Ареке, бұлар жастар. Қуантарлығы осы. Бұл әлемдік тенденция. Біздің Қазақстанда ғана емес. Әлемде геосаясатты алып қарасаңыздар, соңғы 1-2 жылдың ішінде үлкен өзгерістерді, эволюциялық өзгерістерді, революциялық өзгерістерді зет ұрпақтар жасап жатыр. Біздің Қазақстанның да жас буыны, біздің Қазақстанның да жаңа буыны сондай өзгерістерге бейіл ниетті екендігін осы жолғы жаңағы бақылаушылыққа деген бір ұсыныс ниеттерден көріп отырмыз. Біздің егер артымызда үлкен ресурс болса, біз өңірді, ауданды аралап шақыратын едік. Агит компания жасайтын едік. Бірақ бізде ондай ресурс жоқ. Біздің қолымызда жалғыз ғана мүмкіндік бар. Бұл әлеуметтік желі. Біз әлеуметтік желіге жаздық. Фейсбугі бар, Телеграмы бар, Тредсі бар, ТикТогі бар. Сол жерде пікір білдіргендерге жеке-жеке байланыс орнаттық, шақырдық. Біз мынандай жерде отырмыз, алақандай қуықтай ғана кабинетте. Сол жерге келіңіз, әңгімелесіп көрейік. Біздің айтқан шартқа көнесіз ба? Аш қарын отырып, бір күніңізді арнай аласыз ба, жоқ па? Я деп қалып жатқандар да бар. Жоқ, кешіріңіздер, бұның артында ақша жоқ екен деп кері айналып кетіп жатқандар да бар. Тәжірибелі мамансыздар, бақылаушы неге керек деген сауалға жауап берсек. Жалпы шынымен де осы сайлау процесі кезінде құқық бұзушылықтар орын ала ма? Жалпы қандай тәжірибе бар біздің елде, әлемдік тәжірибеде? Біз мына Қазақстан заңында, Конституция заңында, заң бойынша сол кезде мысалға сол 39-шы бап бар. 39-шы бап және 20-шы бап. Сол баптар бойынша негізі реттелген права и обязанности мысалы бақылаушының, байқаушының права и обязанности. Сондықтан сол мысалға көбісі білмейді өзінің қандай міндеттері бар, не істейтін, нені қарайтын. Мысалға заңға да қарамайды. Сондықтан біз соны үйретеміз. Сондықтан ең көп мысалға тәртіп бұзушы, заң бұзушы деген мысалға ол бақылаушылардан келмейді, тіпті мына сайлаушылардан келеді. Мысалы келіп бюллетенді алып сызып тастауы мүмкін. Мен
даусымды өзіммен алып кеттім деген. Ол енді в принципе хулиганствоға жатады ғой былай қарағанда. Ол неге жатады? Әлбетте демек олай істеуге болмайды. жоқ, олай істеуге болады. Заңда реттелмеген. Аха. Бюллетенді мысалға алып, өзімен алып кетсе де болады, ол өзінің заң. Бірақ тәртіпке ол сәйкес емес. Тәртіпке болғанда өткені ол мысалға ол арандатушының бір түрі деп айтуға болады. Сондықтан ол енді мен өзім этика бойынша, сайлау этика бойынша ол дұрыс емес. Және екінші мысалға мәселе көбінесе мысалға мына суретке түсіру. Қазір деген блогерлар көп, анау көп, мынау көп. Сондықтан ол блогерлар түсіріп, сондай мысалға ана байқаушыларды сынайды да, осылай сен дұрыс жұмыс істелмесің. Мысалы біздің бақылаушыларымыз жастар. 18, 19, 20-дағы балдар. Үлкен кісілер келеді де солай сынайды, сен жасың кішкентай, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Сен түк білмейсің, сен оқуды білмейсің. Сондай деген сөз. Ол мысалға ол да заңға қарсы. Мысалға өткені заңға қайшы, себебі ол ешқандай бақылаушы жұмысы, яғни сайлау учаскесінің мүшелеріне ешқандай ондай күмәндануға болмайды. Олға заңға қайшы, ол заңмен реттелген. Сондықтан өткені оның өзінің мүмкіншілігі сапасы дұрыс болса, ешкім оған кедергі жасамау керек. Және де мысалға қазір мына вброс дейді ғой, вброс деген енді ол енді көп бізде Алматыда көп көрген жоқпыз. Шындықты айту керек. Алматыда енді былай бізде бақылаушылар көп болғандықтан, тәуелсіз бақылаушылар көп болғандықтан, сондай ереже, яғни заң бұзушылық өте аз, шындықты айту керек. Бірақ енді мына деңгейі төмен деп айтуға болады. Өйткені адамдар аз келеді. Сол жағын біз енді көтереміз деп, ол да саяси белсенділік тұрғысынан мысалы Алматы қаласы ең республика бойынша төмен көрсеткіш. Төмен. Бірақ бір жағынан мен о жағынан қуанамын. Себебі қараңыз енді, мысалға басқа жерлерде бір 90% дейді, 80% дейді, ол енді кім көріп жатыр. Бірақ мына жерде Алматыда бүкіл күшті Алматыға саламыз енді. Біз енді бірінші жерде оны қарап жатырмыз. Сондықтан бірде бір шак істеткізбейміз да, мысалға кейбір кездерде. Сондықтан соның арқасында біз реально статистика шығуы мүмкін. Анық статистика көріп тұрамыз. Солай енді мәселе қазір. Енді ешкімді ренжіткім келмейді, бірақ негізі бақылаушылардың арқасында осы сайлау енді анық болады деп өзім күмәнданбаймын, себебі оны көріп тұрмын. Сондықтан осындай біздің сияқты осындай тәуелсіз бақылаушыларды көбейту керек деп ойлаймын. Түсінікті. Қорыта айтқанда бір ауыз. Енді қорыта айтқанда бұл шара еліміз үшін маңызды, әрбір азамат үшін. Себебі референдумды азаматтардың пікірін білдіріп жатыр. Бұл тренд өте жақсы, біріншіден алғанда. Бірақ біз болашағымызды ойлайтын болсақ, өзіміздің болашағымызды осы елмен байланыстыратын болсақ, азаматтық борышымыз сезіну керек. Себебі ақшасыз да азаматтық борыш ретінде салынатын маңызды істер көп. Енді осы саясаттанушы болғандықтан біріншіден осы үзеңгілес әріптесте аға інілерімізге алғыс айтамыз. Екіншіден осы ақпаратты көріп оқып отырған азаматтарға, оларды да қолынан келсе бақылаушы болуға шақырамыз. Әрине бұл тұрғыдан алғанда елімізде бірнеше бақылаушы ұйымдар бар. Сараптасын, сараласын және ол туралы қарапайым жазып көріңіз Google-ға. Бақылаушы деген кім? Қандай елдерде бар? Оның маңызы, артықшылығы не? Сол кезде ғана өзіңізге бір ақпарат келеді. Мүмкін менің де қолымнан жақсы бақылаушы келетін шығар. Осы арқылы мен азаматтық парызымды бір өтеп, өзімді толық азамат сезініп келетін шығар. Сондықтан замандастарымызға, отандастарымызға айтарымыз, белсенді болыңыздар, уақыт келді. Бұл жерде мынандай дүниені айта кетейік, Шареке. Сөздің түйініне жаңа айттыңыз ғой, Алматыда электорат аз деп. Алматыда электораттың аз болуына бірден бір себепкер ол тәуелсіз бақылаушылар. Демек, Алматыда институт қалыптасты, институт белсенді жұмыс жасайды. Әйтпесе Қазақстандағы ең ауқымды аудитория, ең үлкен аудиториясы Алматыда. Алматыдағы әрбір тәуелсіз бақылаушы ұйымдар өзінің жұмысын лайықты деңгейде атқарып отыр деген сөз. Енді салыстырып қараңыз. Қазақстанда тұтас өңірлердің ішінде Алматы, Астана, Шымкент секілді мегаполис қалаларда, халық ең көп шоғырланған қалаларда, мегаполис қалаларда сәйкесінше дауыс берушілердің, яғни электораттың қатысуы да айтарлықтай төмен болады, және кез келген процесті қолдау деңгейі де төмен болады. Өйткені аталған региондарда жаңағы тәуелсіз бақылаушы ұйымдар мегаполис қалаларда көбіне сол жерлерге күш салады. Демек, осының өзі электоралды процестің әділ өтуіне бірден бір себепкер және мүдделі бұл тәуелсіз бақылаушылар екендігін дәлелдейді. Енді қараңыз, Қазақстанда
13 миллион адамның сайлау құқығы бар ма? Соның қанша пайызы ауылдық жерлерде? Жаңағы Қазақстан халқының 7,4 миллионы ауылдық жерлерде тұрады, 40% ауылдық жерде тұрады. Тәуелсіз бақылаушы ұйымдар қаржыларының жоқтығының, артындағы демеушілерінің жоқтығының салдарынан осы ірі қалаларды ғана қамти алады. Ал аудан, ауылдық деңгейдің біреуінде тәуелсіз бақылаушылар жоқ. Жаңағы 40% электорат, кез келген сайлаудағы 40% плюс дауыс осы ауылдардан келеді, аудандардан келеді. Ауылдық, аудандық деңгейлерде тек партиялық қана бақылаушылар бар. Ал партиялық бақылаушылардың қандай бақылаушы екенін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Тіл тигізбей ақ қояйық. Ал тәуелсіз бақылаушы институт жоқ ол жақтарда. Болған емес. Бүгін де кірмейді. Ал тәуелсіз бақылаушылардың институты қоғамда қалыптасса, жалпы қазақстандық тенденция болып жүзеге асырылатын болса, идея жалпы Қазақстан халқына ортақ идея болып дамитын болса, алдағы уақытта әрбір ауылдағы участоктерде, әрбір аудандағы участоктерде сол ауыл мен аудандардың халқы бақылаушы болып отырса, электоралды процестің нәтижесі де айтарлықтай өзгеретін еді. Қоғамның үні бір жерден шығады дейсіз. Қоғамның үні бір жерден шығатын еді. Тәуелсіз бақылаушылық институт жалпы қазақстандық идеологияға емес, идеяға айналса, трендке айналса, сонда қоғамда өзгеріс болады. Әзірге сол өзгерісті жасауға ұмтылып отырған ірі облыс орталықтары мен мегаполис қалалар ғана, және сол жердегі азаматтар ғана. Қазіргі елімізде бар институттар осы ірі ошақтарды ғана қамти алуда. Сондықтан біз сенеміз, алдағы уақытта біз халық үні бақылаушылар тобы бұл процесте де, бұдан кейінгі процестерде де осы жиған тәжірибемізді Қазақстанның тұтас бақылаушылық институтын қалыптастыру жолындағы бір өзіміздің қосқан титтейді бір үлесіміз деп есептейміз, және сол идеяның пісіп жетілуіне, дамуына алдағы уақытта да үлес қосамыз деп сенеміз. Ал Қазақстан халқына айтарымыз біреу ғана: бақылаушы ол күш, бақылаушы әділеттіліктің қорғаны. Сөз бар ғой, дауыс беру демократияның қасиетті құпиясы дейді. Бақылаушы, тәуелсіз бақылаушы сол құпияның қорғаны. Бір, екі, бақылаушының жағында заң бар. Қазақстанның сайлау туралы заңы бар 1995 жылғы. 24-64 нөмірлі заң болу керек. Соның 20 тармағының 2 бабында тайға таңба басқандай, соқырға қарып үйреткендей жазылып қойған. Сайлаушылардың, жаңағы тәуелсіз бақылаушылардың құқығы 6 тармағында бүйтеді: тиісті сайлау комиссиясының және немесе оның мүшелерінің шешімдеріне, іс-әрекеттеріне, жаңағы бармақ басты көз қысылықтарына, әрекетсіздігіне, яғни дауыс бұрмашылық, фальсификация болып жатқан кезде көрсе де көрмегендей болып отқан қылмыстарына, жоғары тұрған сайлау комиссиясына, яғни соны ұйымдастырып, бәрін көріп біліп, бірақ соның жаңағы соучастник, қазақшасы қалай болады, сол қылмысқа қатысы бар адам болып тұрған жаңағы комиссияның әрбір мүшесіне, комиссияның өзіне сотқа шағымдануға құқылы тәуелсіз бақылаушылар. Демексіз дауысты Қазақстанның ең жоғарғы билігі саналатын сот билігінің алдында қорғай аласыз. Демек сізде тәуелсіз бақылаушыда сондай күш бар. Демек қорқатын ештеңе жоқ. Тәуелсіз бақылаушылық ұйымдарды таңдаңыздар, қатарға қосылыңыздар, белсенді болыңыздар. Елде болып жатқан процестен тыс қалып ұйықтап жатуға болмайды. Бүгін өзгерісті біз жасаймыз. Көп рахмет сіздердің де саяси белсенділіктеріңізге. Бүгінгі енді хабарды республиканың әр түкпірінен азаматтар көрер, осы талқымызға шабыттанар. Қазақстанда 195-тен аса аудан бар. Сол аудандағы азаматтар тіпті өздерінің өңірлерінде біз айтып отқан жетіспеушілікті, олқылықтың орнын толтырып, тәуелсіз бақылаушылар ұйымының саны артар. Қазақстанда
және демократиялы сайлаулар өтер деп үміттенеміз. Көп рахмет сіздерге. Рахмет.